неге А4-ге, А3-ға шығарған кезде суреттердің көбісінің сапасы нашар болады. Шыққан кезде барып біліп жатамыз. Соны сапасын білу үшін жәндегі суретті үлкен қылып ашыңыз, сол кезде ол жерде іртік-іртік болып тұрады. Қазір мен сіздерге бір суретті көрсетейін. Мына жерде киіз үй деген киіз үй, былай қараған кезде ол менде әдемі болып тұрды. Сонымен оны шығарып көрген кезде сапасы А4-дің өзіне өте нашар болды. Қазір іздеп көрейінші, суретімді таппай қалдым ғой. Осы суретті мен өткенде наурызда шығарғам, сапасы өте нашар болып шықты, маған ұнаған жоқ. Енді осы киіз үйдің сапасын қандай екен білу үшін мынаны суретті үлкейтіп аламыз. Міне қараңыздар, шыққан кезде міне бұлыңғыр болып шықты, тура өстіп, міне қараңызшы, міне бұлыңғыр, міне. Ол бізге кішірейткен кезде әдемі болып тұр, қандай керемет. Бірақ үлкейтіп сапасын, суретін үлкейтіп көріңіз әр жер. Мысалы, кейбір жерлері бұлыңғыр болады да, кейбіреу таза болады. Міне мына жердің бәрінде мысалы сапа осылай өте нашар шықты. Менде шығарып қойғаннан кейін барып білдім, міне төбесінде мынандай краскілер қалып кетті. Енді осы киіз үйдің сапасын жақсы шығару үшін, қағазымызды құрта бермес үшін сіздерге мына сайтты ұсынғалы отырмын. Ол үшін іздеу жолағына Zura фото деп жазсаңыздар, бірінші шыққан нені бағдарламаны ашыңыздар. Бұл онлайн бесплатно және суреттердің, кез келген суреттеріңіз, бұрынғы ескі суреттерде, ата-аналарыңызбен түскен жас кездеріңіздегі түскен суреттердің де сапасын жақсы қылып шығарады. Мына жерде загрузить етеміз суретімізді. Осы жерде бір рет басыңыздар, файлды да істеуге болады. Қазір суретімізді іздейік. Рабочий столға барасыздар да нені іздейміз. Өзіміздің жаңдегі сапалы сурет қылып шығаратын суретімізді іздейміз. Киіз үй дедім. Дайындап қоямыз. Осыны киіз үй дегенде түсті. Открыть етеміз. Келіп, осы неге бағдарламаға келіп түсетін болады. Түскеннен кейін бірінші екі жаққа бөлінеді. Бірінші кездегі сапа міне өзінің оригинал сапасы. Мына жерде міне қараңызшы, үлкен қылып көрейік. Жерде үлкейтпейді екен, өкінішке міне оригинал сапасы. Енді бізге бір қарағанға әдемі сияқты болып көрінеді. Ал шын мәнісінде ол әдемі емес. Мына жерде мысалы бір жарқыраған нәрсе көрініп тұр да, мына жердің сапасы мен мына жақтың сапасын қараңызшы. Мына жақтың бойы қанша дегенмен қанық, әдемі. Енді осыны скачать етеміз. Ол папкаға түседі. Міне кез келген папкаңызға бұлай сақтауға болады. Ашып, міне кез келген папкаңызда қай жерде тұрған көруге болады. Енді мен сіздерге мына жерге бірден ашып көрсетейін. Міне енді осыны үлкейтем. Міне үлкейткен кезде міне қараңызшы, сапасы қандай әдемі. Жаңа алғашқы кезде сапасы өте нашар тұр. Міне қанық болып тұр, бояулар. Міне мына жердің бәрінде жаңағы бір бұлыңғыр, бір өшірілген сияқты бір бояулар болып тұр. Ол да жоқ. Қараңызшы, қандай әдемі сапада киіз үйіміз деген шығатын болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.